Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін сіздерге мынадай төрт бұрышты жгут деп аталатын тоқу әдісін көрсететін боламын. Бұны мен браслетке тоқыдым. Қолға лайықтап мұны. Өте тез тоқылады, өте әдемі. Сіздерге оңай тоқылатын әдістерді көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл үшін бізге тек бір түсті бисеріміз керек және капрон жібіміз қажет болады. Менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Достар, содан кейін қандай тоқу әдісін көрсеткенімді қалайсыздар? Соны комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер. Ал, кеттік онда. Бізге бұл үшін бір түсті бисер ғана керек болады, сосын жібіміз керек болады. Мен жұмсақ болсын деп капрон жіппен тоқитын боламын. Инемізге 4 бисерімізді аламыз. Ұшына дейін алып келеміз. Ұшынан 15 см қалдырамыз әдеттегідей. Алып келіп, бірінші екеуінен және өтетін боламыз төменнен жоғары қарай. Бізде мынадай 4 бұрыш пайда болады. Енді екінші тұрған қатардан екінші рет тағы өтетін боламыз. Екі жібіміздің ұшы да төменгі жақта. Осы жерде қасынан тағы да 2 бисер қосатын боламыз. Жібіміз астында біз жоғарыдан төмен қарай тағы өтетін боламыз. Қасына тағы да екеу қостық, мұны 2. Тағы да екеу қосуымыз қажет болады. Ол үшін мұны жібіміз ортада. Кейінгі қосылған екеуден өтеміз төменнен жоғары қарай. Тағы 2 бисер қосатын боламыз. Тағы 2 бисер қосатын боламыз. Жібіміз жоғарыда, біз төменнен жоғары қарай тағы өтеміз. Міне, сонда бізде 2 бисерден 4 қатар пайда болады мұны. Осыны қазіргі кейінгі өткен бисерімізден өткізіп аламыз және. Жібіміз төменде. Келесі қадам бізде мына ең соңғы бисерімізден шығып тұр ғой жібіміз. Ені ең бірінші тұрған бисерімізден өткізетін боламыз. Төменнен жоғары қарай ең бірінші 2 бисерімізден өтетін боламыз мұны. Сонда біздің 4 бұрышты болып жиналады, бірігеді. Осы жерде мұны жоғарыдан төмен қарай тағы да бір рет өтіп аламыз. Осы жерде 2 бисер аламыз инемізге. Енді әрдайым екеуден өткізіп отыратын боламыз мұны. Біреуден өтеміз. Бір бисерден өтеміз енді. Міне жоғарыға қосылды екеу. Енді міне қазір жақындатайын сәл. Міне мынау кейінгі қазіргі өткізген 2 бисеріміз. Міне біреуден өттік. Міне жібіміз мында ортасында тұр. Енді осыны біз ортадағы бисерден жоғары қарай кейінгі таққан мына 2 бисерімізбенен қоса аламыз міне. Міне. Бізде бір шетінде бисерімізден 3 қатар болды. Екінші шетімізде бізде алғашқы өткізген 2 бисеріміз ғана міне. 2 бисер ғана. Жібімізді осы жақтан шығарамыз міне. Енді бисерімізге тағы 2 бисер аламыз. Тағы 2 бисер аламыз. Жібіміз міне 2 бисер жақтан шығып тұр. Бұны қайтадан бергі жанынан бір бисерден өтетін боламыз.
екі бисер жақтан өтетін боламыз. Біреуінен ғана өтеміз. Міне, өткіздім екеуін. Міне, кейінгі таққан екі бисеріміз. Кейінгі тағып өткізген екі бисеріміз. Міне. Енді жібіміз бергі жақта. Міне. Бұны біз алдыңғы жақтан емес, жанынан жоғары қарай өтетін боламыз. Жанынан тура жіп шығып тұрған жерден жоғары қарай өтетін боламыз. Мына жерден жоғарыға қарай екі бисерімізді алып өтеміз. Міне. Осы жерден өтетін боламыз. Инемізбен өттік. Міне жібіміз жоғарыда тұр. Тағы да екі бисерімізді аламыз. Тағы екі бисер аламыз. Міне. Жаңа мына екеуін отырғыздық, енді мына екеуін отырғымыз керек. Бір бисерден. Біз бір бисерден төмен қарай өтеміз. Бір бисерден төмен қарай өттік. Өзімізге ыңғайлы қылып ұстап аламыз. Енді осы жерде, мына жағынан емес, жанынан бір бисерден жоғары қарай өтетін боламыз. Тағы бір, екі, тағы екі бисер аламыз. Мына жанынан өтеміз. Екі бисерімізді орнына отырғызамыз. Міне бізде әрдайым бірінші қыстырғанымызда жандары былай ашық тұрады. Міне. Ашық тұрады. Оны біз келесі тоқығанда жоғары қарай былай өткізген уақытымызда ол келесі қатарларменен жабылып кететін болады. Міне. Екеуден жоғары қарай өтеміз. Сол кезде жабылып кететін болады. Міне, жібіміз тағы да өтті. Екі бисерімізді аламыз. Екі бисерімізді аламыз. Міне жібіміз бергі жақта. Енді екінші қатардан өтетін боламыз. Міне. Екінші жанынан өтеміз. Екі бисерді орнына отырғызамыз. Енді ыңғайландырып аламыз. Міне, жібіміз екі бисерден шығып тұр. Біз дәл осы, мына бір бисердің тұсына келеді бұл. Осы жерден жоғары қарай инемізді шығарып аламыз өткізіп. Міне, тартылып жатыр. Осылай тартылып, жабылып, төрт болышты болады өзі. Тағы бір көрсетейін. Міне. Екі бисеріміз. Жібіміз сол жақта тұр. Оң жақтағы бисерімізден бір бисерден өтетін боламыз. Бір бисерден өттік. Міне бисерларымызды орналастырамыз өз орындарына. Осы кезде бірінші екі бисер қосқан кезімізде біздің жіготымыз міне былай ашылады. Біз енді екі бисер, біз мына жанындағы екі бисерден жоғары қарай өтетін боламыз. Осылай өзіне өзі біріне бірі жақындап, осылай жайлап жабыла беретін болады. Әр қатарда бисерімізді қосқан сайын төменгі жағы жабылып отырады осылай. Мына шетінен қосамыз. Жібіміз бер жақта тұр, біз екіншісінен өтеміз. Өзімізге ыңғайландырып ұстап аламыз. Міне екі бисер. Бұл деген бір бисердің тұсына тура келеді. Бұл жолы бір бисер аламыз. Міне, жабылып жатыр біріне бірі жақындап. Келесі екі бисерімізді аламыз. Оң жақта, сол жақтағы бисерден өтеміз. Айналдырып аламыз өзімізге ыңғайлап. Екі бисер жоғарыдағы екі бисерді есептеп, осы екі бисерден өтетін боламыз.
өзі жабыла береді осылай. Осылай өзіміздің қолымызға керекті ұзындық пайда болғанға дейін біраз тоқимыз. Достар, міне мен қажетті ұзындыққа жеттім. Енді осы жерде қазір карабин ілетін ілмегімізді жасайтын боламыз. Мен міне ол үшін мына жерден ашық тұрып қалады ғой соңғысы. Осы жыларда біраз бір рет өзара осылай тігіп бітейтін боламыз. Дәл осылай бірмен бірін біріктіріп тігіп аламыз. Одан кейін ілетін карабиндеріңізге байланысты бау жасайтын боласыздар. Мен магнитный застежка жасайтын боламын. Сол себепті мынандай 4 бисерімді алып, екінші бетке қарай өтем. Осындай илмек жасайтын боламын. Келесі бетінен де дәл солай, келесі тұрған екінші бисерден де дәл солай өтіп, дәл солай 4 бисерімді өткізіп, 4 бисерімді өткізіп, дәл осылай илмек жасайтын боламын. Дәл осындай илмек жасайтын боламын. Осы жерден енді карабинімді қыстырып, илмек ілетін боламын. Екінші жағында дәл осылай жасаймыз. Осымен браслетіміз дайын болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік тілеймін.